Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 49-шы сабақ, жаратылыс жұмбағы, үзінді. Мұнайлы Атырау қаласында бір әдемі қыз болыпты. Оның аты Шырайлым екен. Ол білмейтін нәрсесінің бәрін атасына сұрайды екен. Ал атасы болса, жауап беріп, түсіндіріп жүреді екен. Бір күні Шырайлым атасына сұрақ қояды. Ата, мен саябаққа барған кезде талдарға қараймын. Сол жерде жапырақтар сыбырлайды. Ол жапырақтарда жан бар ма дейді. Атасы айтады, бұл сұрағың дұрыс. Ол табиғатта жан бар. Олар да адамға ұқсайды. Оларды тау, тас, орман бәрінің де жаны бар дейді. Табиғаттағы таулар да, бақша мен баулар да, жасыл ормандар да барлығының жаны бар. Және күн мен ай да, олардың да жаны бар дейді. Олардың кіндігі жер ана тіршіліктен құралады. Бұл табиғат та адам сияқты. Ол да өзінше күледі. Ол да өзінше жылайды. Күлген кезде күн шуағын шашады, ал жылаған кезде бұлттар түнеріп, жаңбыр жауады дейді. Табиғаттың да тәртібі бар. Оларға сен аялап қарасаң, олар да саған барын береді. Жеміс-жидек, дәнді дақылдарын береді деп Шырайлымға атасы түсіндіреді. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.